Бастар. Алыстан сермеп, жүректе тербеп, шымырлап бойға жайылған, қиуадан шауып, қисынын тауып, тағына жетіп қайырған, толғауы 90 қызыл тіл, сөйлеймін десең өзің біл. Өткірдің жүзі, кестенің бізі, өрнегін сенде саламыз. Білгенге мажан, білмеске арзан, надандар бақыра алмас. Қиналма бекер тілмен жан, көңілсіз қола ғой қолан. Ал құрметті оқушылар, бүгінгі Брейнинг алаңына қош келіпсіздер. Жалпы 23-ші жылғының 10-шы мектепшілік біріншілігінің бастауға жиналдық. Яғни осы 10-шы біріншілікке бүгін басқа біріншіліктен ерекшелігі 7 команда қатысып отыр. Сондықтан бұл да біздің санымыздың көбеюі деп білеміз. Және қанша көп оқушы болса, сонша көп бізге, яғни оқушылардың жүрегіне рухани құндылық айлап деп сенеміз. Сондықтан Брейнинг алаңы 2023 Брейнинг ойыны ашық деп жариялаймыз. Ережелер түсіндірілді. Жауаптарын мына парақшаға жазасыңдар. Әр параққа бірінші сұрақтың вариантын, бірінші сұрақтың жазамыз. 6-ы берілген, 6 сұраққа 6 стикерге жазып өткіземіз. Уақыттан кешікпейміз. Так, олай болатын болса, бүгінгі Брейнингтің бірінші сұрағына қарай бастасақ. Бөкей деген жазушы аталарын танисыңдар ғой? Сол кісі былай деп ой түйін жасаған екен. Не нәрсе сұлу болса, отап тастауға, не нәрсе биік болса, құлатып тастауға, не нәрсе аппақ болса, қаралап тастауға, не нәрсе сау саламат болса, арамдап тастауға, әуес, жұмыр басты пенденің өз оңбағандақтарынан ақталар мынандай нәрсесі әрқашан дайын тұрады деген екен. Осы нәрселердің бәрінен өз оңбағандықтарынан ақталар мына нәрсесі әрқашан дайын тұрады. Не нәрсесі дайын тұрады деген сұраққа жауап береміз. Яғни бір ғана сөз. Уақыт қоса берейін ме? Сұрақ түсінікті ме? Я бар жиналы байтақ Ол ескерту ашқалар бірдей оқылған кезде проблема болады. 9-ның бысы. Мен асына ескерту. Кешіккендер үшін.
Так, жалпы дұрыс жауапты оқып ашпай көрмей-ақ қойып, кімде қандай вариант бар екен? Сыныптың реакциясынан бастап ала саламыз деп ойлаймын. Так. Не нәрсе сау саламат болса, арамдап тастауға әуеш жұмыр басты пенденің өз болмағандықтарының нақталарын ақиқаты әрқашан дайын деген. Жоқ деген бәрі бір тексеріп көтіп міндеттіміз. 11 әлі ақиқаты бар деген. 11 әлі бар екен. Бірі бар. Оқулардан көрінді бұл. Так. Енді Қорған көкейден имам Шафиғидің Шафиғи деп бағалады. имам Шафиғи біз қазақша оладым. В общем, адамдардың сынынан құтыла алмайсың деген тақырып беріліп отыр. Оқиық онда. Яғни олар деген адамдар деген. Олар маған сәл қарапайымдау болса қайтеді дегенде мен жылап жібердім. Сонда олар маған бәлкім саған күлу керек шығарды. Мен күлдім. Сонда олар өтірік күлдім деді. Мен қабағымды түйдім. Сонда олар міне жасырған болмысын көріне бастады десті. Мен үндемедім. Сонда олар тіліңді жұтып қойдың ба деді. Мен сөйлеп едім, олар нолдың екенсің деді. Мен оларға кеңдік таныттым. Ал олар мені қорқақ екенсің деді. Қайратты болсан кек алайын десті. Мен қарсы дау айтып едім, олар ақымақсың. Ақылды болсаң текке дауласпасаң деді. Мен жоқ десем, олар маған сен кісі киіксің деді. Дегендеріне көніп, мақұл деп едім. Сен мынандайсың деді. Осыдан кейін елге қанша жағынып атырсам да бәрібір сынға ұшырайтынымды түсіндім. Дегендеріне көніп, мақұл деп едім, сен мынандайсың деді. Не деген екен? Кімсің деген екен? Қандайсың деген екен?
sadece bir ғана ұпай жиналып отыр. Очко өте қымбат болады қазір алу. Üçüncü sırada verdik. Yer gece 3'te oynanacak, 3 bayga kalacak. Ve gene müşesine baylanıştırgan memleketler. Yani adam denesini gene müşelerinden salыстырgan ege. Yani salыстыру degende salыстыру емес, yuqastыру. Adam denesinin müşelerini memleketlerмен sifatlasak kalay olur etti. Adamın miyi ol Amerika. Bәр нәрсені шығаратын солар. Жүрек ол Қытай. Еш демалмай күнделі жұмыс істейді. Ал Дубай болса бойы, ал Венеция бүйрегі. Яғни су айналымы өтеді. Швейцария болса адамның көзі. Ең әдемі және келеңсіз жағдайларда да адам бірінші болып көзін қорғайтындай. Сол сияқты барлық елдер де Швейцарияны қорғайды. Ал Қазақстанды неге теңесек екен? Қазақстанды мына нәрсеге теңесе болады. Ол бәрін істей алады, бірақ жалқау. Жай ғана табылған жұмысты істеп жүре бергісі келеді. Қазақстанды неге теңеді? Сол сауал. Çok senden lan şimdi hayvanat bekle olsun da. Ya birisi mınау деп қайсысына кетіп қалдың ба? Қайсысын аға? Енді мынау дұрыс емес па? Бұл емес, мынау. Ол оны сияқтан шешкендер енді. Бұл суы? Так, мынау 9, 10, әйтеуір бардак лақтып кетсін ғой. 10, 9 бүйіге жатасың. Бірнеше варианттар шықты, дене мүшесінің бәрін тізіп шыққан топта бар екен. Негізі логично, жұмыс істеген, бір ұпай болса да оңай ұпай емес. Соқтан, мынау 9 жаңағы бір, сендерде бір варианттың бәрін шығарғасындар да өздерінің шешуші вариантын мынау деген бір вариант белгіленбегенсіңдер. Жаңа бірінші үшеуінде де солай кетіп жатыр. Егер белгілемесең, ол сен оған белгіленбегеннен кейін бір ашқодан артық ала алмайсың. Егер белгілеген дұрыс болса 2 ұпай аласың. Мен бағана айтқам, түсіндіріп айтқам. Сондықтан келесіде есте болсын. Оған дейін ешкім алдына шығып ұпай жинақтап жоқ. Так, 13 жауапқа кезек берейік. Ал Қазақстанды неге теңесек екен, Қазақстан қолға теңесек болады. Var. 11 әде 2 ұпай. 9 ада 1 ұпай. 9 бұда. Бірінші орын 10-а шықты. Екінші орында 10 әмен 9-а 2 ұпаймен келе жатыр. Ағандардың бәрі үштер бөлісті. 4 сұраққа кеттік. Dördüncü сұрақ бізде поэзиялық сұрақ болады. Сондықтан мұқият назар аударғандарыңыз дұрыс. Тектілік деген өлең Зікір Қожаев атамыздың өлеңі. Тектіліктің түп тамыры тереңде, қалмен бірге тулайды ол денеңде. Жетесіз болып жетіледі ұрпақта, жет атасын білмей өссе егер де, текті жансың сүйеу болып еліне,
Düşmanların шығармасын төріне, бабаларын келінді таңдаған, атасына қарап шыққан тегіне, ие болмай қолындағы тізгінге, өз тізгіннен безгендер көп бұл күнде, өз тегінен безгендер көп бұл күнде, шаңырағы шайқалуы оп-оңай, іргетасы әлсіз болса үйдің де, ортасында жүрміз сансыз сауалдың, қарғалында бәсі түсті қыранның, тізгін дейсе тексіздердің қолына ынтымағы қожырайды қоғамның, қарамайды иман шенмен шекпенге, арлы адамға жараспайды бетперде, тексіздіктің жайылады тамыры, ұлдан намыс қыздар ұят кеткенде, тектіліктің бір тамыры тіліңде, шұбарланып барады ол бүгінде, шұбаржылар уын шаша береді, таптамасаң жатқан кезде інінде, ақыл сана адамзаттың мына нәрсесі қиын бірақ тура жолды табуы, жер бетінде қара түнек қаптайды, тектіліктің қурағанда тамыры. Ақыл сана адамзаттың несі деген сұрақ жазылады. Қиын бірақ тура жолды табуы, жер бетінде қара түнек қаптайды, тектіліктің қурағанда тамыры. Яғни қиын бірақ тура жолды табуы деген мен ұйқасы бар. Ақыл сана адамзаттың мынандай нәрсесі, не нәрсесі? Ақыл сана адамзаттың қиын бірақ тура жолды табуы. Табуы мен табуы деген екеуі ұйқасы бар ғой. Басқа сыныптарда жоқ сияқты. 9-да бар ма еді? Бар екен 9-да. Onlara birinci örnek шығып oldu. Қаруының арқасында. Ақылмен My theory size of my theory. You get one piece of Сонымен 5 сұраққа көшейік. Адамның жаратылысы деген жаратылыстағы История байшақтауы жаратылыстағы оңдайға болсын. Кетті бұны. Тәңірі тағала дүниені жаратып болғанса, ондағы әрбір жаратылысының орнын белгілеп берді. Сен тассың, қаттысың, сен сусың, сұйықсың, бусың, әрі мұзсың. Сен құссың, ұшатын жәндіксің. Сен балықсың, орның теңіз. Сен қасқырсың, сиясын шегерей. Кезек адамға келгенде, оның жан мен тәнін жаратып болған соң, ал сен аяқталмаған жаратылыссың. Аяқтауды өзіңе қалдырамын. Оныңды өзің анықтап сипатыңды өзің белгілейсің. Қаласаң пасық залым бол, қан төгіп жыртқыш аң бол, мас доңыз бол, немесе одан да төмен бол. Қаласаң рухыңды жонып көп көрле, мына нәрсеңді шындап айналаңа шапағат шаш. Періште бол, немесе одан да жоғары бол деп шешімді өзіне қалдырыпты.
қаласаң ұғымды жонып көк көрлі. Мына нәрсеңді шыңдап, айналаңа шапағатшы. Не нәрсеңді шыңдап деп айтып отырмыз. Уақыт бітіп жатыр ғой. Уақыт жақындады, 30 секунд қосымша беріледі. Негізі уақыттан Al енді дұрысы бар жоғын анықтайды. Жоқ болса деген бір өкініш сезімдерін білдірген. Таңдалып отырған. Тап деген. Так, сөз. Не екен? Қаласаң рухымды жонып, көк көрлі. Болмысыңды шындап айналаңа шапағат шығар. Он ада жауап бар екенін білдік. Кешікпейік соғыша. Так, соңғы сұрақ. Неңді шыңдап деді жаңа? Соңғы сұрақ болмыс пен уақыт деген сұрақ беріледі. Бейсен және болмыс кітабынан алынған. Азиза есімді журналистің мынандай естелігі бар екен. Бейсен аға мені айтуға оңайға жұмысқа шақырды. Ол кезде туған жерім Арқалықта жүреді. Арқалық қай жер? Солтүстікте, Петропавл жақта. Петропавл бұның Арқалық деп айтылған ғой. Хабарды естіген соң Алматыға қарай ұштым. Ұшақтан түсіп әуежайға кірсем, Бейсен аға күтіп тұр. Өзім сасып қалдым. Иә деп. Мұндайды күтпеп едім, сіздің жұмысыңыз көп шығар. Босқа өрелеп уақытыңызды алмадым ба деп сұрадым. Бүгін жоспарлаған ең маңызды адамым сенсің. Мен үшін әрбір кадр құнды, әр жол жөнекей саған жұмыстың барысын түсіндіруді жөн санадым деді. Бейсен ағаның осындай қарапайым қасиеті мен жай ғана студент санамай уақыт бөліп, әуежайдан күтіп алуы шабыт сыйлады. Бейсеннің өзі айтуға оңайдың түсірілімі 5-10 минуттан кешіккен сайын адамның алтын уақытын алмаңдар. Ол ең үлкен қылмыс осы. Сыртта жүрген соң сендерге білінбейтін шығар. Ал мен мотор кешіккен сайын студия ортасында қонақтар мен кейіпкерлерге қарап, өзімді қылмыскер сезінемін дейді екен. Белгіленген уақыттан кешігіп барсаң, демек ол нәрсе сен үшін маңызды емес деген сөз шәкірттердің арасында атаизмге айналып үлгерді дейді. Сұрақ, ең үлкен қылмыс осы дегенде, яғни қылмыс деген сөз негізгі мына жердегі сөзбен басқа сөз ретінде беріліп тұр. Сендер сол жерде қандай сөз болуы мүмкін, соны табасыңдар. Ең үлкен, мен өзім сол сөз табасыңдар. Түсінікті? Ең үлкен қылмыс осы, яғни ол қандай қылмыс болуы мүмкін деген вариант табасың. Сұрақ түсінікті ма? Қайталау алмау үшін қазір түсініп сұрау. Яғни адамның алтын уақытын алмаңдар. Ең үлкен қылмыс осы
сыртта жүрген сендерге білінбейтін шығар, ал мен мотор кешіккен сайын студия ортасында қонақтар мен кейіпкерлерге қарап өзімді қылмыскер сезінемін дейді екен. Яғни бұл жердегі қылмыскер дегенде басқа сөзден ауыстырып тұр, бірақ сендер табатын ең үлкен не осы? Қылмыс деген сөздің орнында басқа қандай қылмыс болуы мүмкін? Кімдерге арасында? Анау күтіп отырған қонақтарынан кейіпкерлер уақытын алып отыр ғой. Соны уақыт алмаңдар деп уақытқа қатты мән берген да. Сондықтан бәрін уақытын бастауға тырысады. Қылмысқа синоним жатамыз. Қылмыс деген сөз негізінде нақты қандай қылмыс сол жауап. Түсінікті? Уақыт болсын. Үшіншісіне ойға қосатын уақыт өз екі ағымен сол жерде барыңыз салмаса қашандар Biraz reaksiyalar жарылады деп күтіліп отыр. Жоқтан көрейік. Адамның алтын уақытын алмаңдар. Ол ең үлкен ұрлық осы. Он А ya. Он Әгеде 2 ұпай. Так. 9 А дейді. 9 А белгіленбеген ғой мүлдем ешқандай вариант. Bir ұпай алады, сондықтан амал жоқ 9 Аға. 9 Б. Бұларда 1 ұпай. 9 Әге де 1 ұпай. Так, 6-шы сұрақ. Тек қана Аға ғана ұпай әкелмеді. Айту керек пе ай соңғы жерде? Айту керек. Намыс болдырыз, алыңыз жетіп. Так, болды, 11 4 ұпай жинады. 11 Әде тура 4 ұпай. 10 А 6 ұпаймен бірінші орынға шығып кетті. 10 А 4 ұпаймен тең болып тұр. 9 А 2 ұпай. 9 Ә 3 ұпай. 9 Б 3 ұпай. Аяқтар отыр, бірінші тур осымен тамам. Екінші тур. Так, тур. Қалай болады? Екінші турда
Vaqt ko'rsatib, жаңадан kelgan komandalarga siz yetishasiz. Болады. Biz bu oyunu almak Sağ Бірақ бізге бұл ойын өте қатты ұнады. Бұл жерде адам жан-жақты ойлауды, өз ойын әр жаққа қарай өз өрісін кеңейтуді білдік. Және тек қана бұл сайыста ағылшын тілін ғана біліп қоймай, адамның осы біздің қазіргі заманда өзіміздің арамызда жүрген ақындарды да тануды білдік. Жиналған қауым сіздерге рахмет. Бізге ұнаған сұрақтардың бірі ол болмыс болды. Яғни біз өз болмысымызды өзгерте білуіміз қажет, шыңдауымыз қажет. Шыңдау арқылы жақсы жақтан өзгеруіміз қажет. Dönüşte de şeylerin ortadan sen mi verme sen mi verme? Сен